Сәлеметсіздер ме, балалар? Математика 5-ші сынып. Бөлім натурал сандар және нөл саны. Сабақтың тақырыбы: натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Сабақтың мақсаты: амалдар саны 4-тен артық болатын жақшамен және жақшасыз берілген санды өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтау және мәндерін табу. Санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту мен қосу амалдарының қасиеттерін қолдану. Балалар, бүгінгі сабағымызды жұмбақтар әлеміне саяхатпен бастайық. Бірінші жұмбақ: атадан 10 баламыз, бір жастан арамыз, қосылып кейде басымыз, азайып кейде қаламыз, бөлініп кейде арамыз, көбейіп те аламыз. Жауабы: цифрлар. Екінші жұмбақ: бірдей санды бірнеше рет қосудан тұрады, егер оны тағы басқа қалай атауға болады? Жауабы: көбейту. Заттарды санағанда керек ол бізге ауадай. Айтындаршы, бұл қандай сан? Жан-жағыңа қарамай. Әрине, натурал сан. Санға қосып алсаң, сол санның өзі шығады. Санды оған бөлуге болмайтынын математиктер ұғады. Бұл қандай сан, балалар? Әрине, нөл саны. Достар, қосу мен көбейтудің заңдылықтарын бәріміз бірге қайталайықшы. Бірінші, үлестірімділік заңы. Екінші, терімділік заңы. Үшінші, ауыстырымдылық заңы. Натурал сандарды бөлу және оның қасиеттерін еске түсірейік. Бірінші қасиеті: кез келген а саны үшін а бөлінген 1 тең а теңдігі орындалады. Яғни, кез келген санды бірге бөлгенде сол санның өзі шығады. Мысалы, 15 бөлу 1 тең 15. Екінші, нөлге санды бөлуге болмайды. Үшінші қасиеті: кез келген а саны үшін келесі теңдік орындалады. Нөлді кез келген санға бөлгенде 0 шығады. Мысалы, 0 бөлу 2 тең 0. Балалар, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін бірінші тапсырма. Алдарыңызға 2 теңдеу берілген. Осы теңдеуді шешіңіздер. Ал балалар, сіздердің жауаптарыңызбен сәйкес болды ма? Тексеріңдер, балалар. Екінші тапсырма. Алдарыңызға 2 деңгейден тұратын тапсырмалар берілген. 2 деңгейге де бірыңғай есептер құрастырылған. Бірінші, арифметикалық амалдарды қолдана отырып есептің шешімін табу. Екінші, белгілі b қосылған с теңдігінің орнына 31 санын қойып есептің шешімін табу. Үшінші, өрнектің мәнін анықтау. Балалар, сіздің есептеріңізбен сәйкес болды ма? Тексеріңіздер. Үшінші, тест тапсырмасы. Алдарыңызда 4 есептен құрастырылған тест көрсетілген. Бірінші, амалдарды орындаңыз. Екінші, өрнекті ықшамдаңыз. Үшінші, теңдеуді шешіңіз. Төртінші, есептеңіз. Берілген тапсырмаларды орындап, жауаптармен сәйкестендіріңіздер. Сіздердің жауаптарыңызда осылай болды ма, балалар? Жарайсыңдар. Өз бетінше орындауға арналған тапсырмалар. Балалар, алдарыңызға амалдарды орындау үшін 7 есеп берілген. Осы есептерді шешімін тауып жіберіңіздер. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін келесі 3 сұраққа жауап жазайық. Бірінші, не білеміз? Әрине, біз натурал сандарды жазу мен салыстыруды білеміз. Не білдік бүгінгі сабақта? Натурал сандарға амалдарды қолдануды. Не білгіміз келеді? Күрделі тапсырмаларды шешуді. Үйге тапсырма. Натурал сандарға амалдар қолдануға есептер дайындап әкелу.
сабақ аяқталды.